Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті тікелей эфирдің көрермендері. Бүгінгі тікелей эфирдің тақырыбы жұмыртқа қалай халал болады. Өзіміз білетіндей, үй жағдайында және де заводтық жағдайда шығарылатын өнімдер, құс фабрикаларын шығаратын өнімдері етпен бірге жұмыртқа өнімдері бар. Сол етпен қатар жұмыртқа өнімдерінің қалай халал стандартқа сәйкес болады және де қай кезеңде халал болады, қай кезеңде халал санатына жатпайтын туралы бүгінгі тікелей эфирімізде сөз қозғайтын боламыз. Жалпы құс фабрикаларының өнімдері ет және де жұмыртқа өнімдері. Жаңағы ет өнімдерін халал стандартқа келтіру үшін олардың алдымен азығына және де бауыздалу, сою процесіне аса мән беру қажет. Яғни шариғи жолмен құстардың сойылуы маңызды болып саналады. Ал жұмыртқаға келетін болсақ, бұл жерде жұмыртқаға халал стандартына сәйкес болу үшін тауыққа берілетін құрама жемнің мәнісі өте зор болып келеді. Жалпы жұмыртқа қай кезеңде халал болады? Жұмыртқа халал болу үшін тауыққа беретін жемнің адал болуы, яғни лас нәрселер мен тауықтардың қоректендірілмеуі аса маңызды болып саналады. Себебі қазіргі таңда құс фабрикаларында өндірілетін жаңағы өлекселерді, жеуге жарамсыз бөліктерін, аяқтарды, жеуге жарамсыз тауықтың бастарын өтелге жібереді. Яғни термо өңдеу нәтижесінде оларды екінші қайтара өңдеп ет сүйекті ұн алатын барымызге белгілі болып қалды қазіргі таңда. Енді осы жемді, осы ет сүйекті ұнды олар қайда жібереді? Бұл жерде халал стандартымен жұмыс жасамайтын құс фабрикалар, олар сол жемді қайтып құстардың азығына қосып беруі ықтимал. Ал қазіргі таңда халал стандарты, яғни халал дамудың стандарты бойынша жұмыс істеп жатқан құс фабрикалары, олар ет сүйекті ұнды құстарға беруден мүлдемге бас тартқан болатын. Енді жұмыртқа мәселесіне келетін болсақ, құстарға берілетін азықтың құрамында ет сүйекті жем болмауы тиіс. Сол кезде біз жұмыртқа өнімдеріне халал стандарт талабына сай деп танып, оларға сертификат беру жұмысын жүргізе аламыз. Енді қазіргі таңда осы жұмыртқаға байланысты көптеген сауалдар келіп жатады, әлеуметтік желілерге де, басқа да WhatsApp желісіне немесе тікелей қоңыраулар арқылы. Ол кезде жұмыртқа қай кезде халал болады және қандай жұмыртқа тұтынамыз деген сияқты сауалдар келеді. Бізде қазіргі таңда ХМДБ халал даму мекемесінің стандарты бойынша екі құс фабрикаларымыздың жұмыртқа өнімдерін тұтынуға болады, яғни сертификаттаудан өткен. Бұлар бізде Сарыбұлақ құс фабрикасымен және де Кривита, яғни бөдене жұмыртқалары халал стандарттау жүйесіне енгізілген болатын. Енді қазіргі таңда біз бұл жерден туады, жұмыртқа көп және де олардың жұмыртқаның ішінде сертификат алған жұмыртқалар өте аз деп. Бұл жағдайда біз үй жұмыртқаларын қолдануды кеңес береміз. Себебі үйде жұмыртқа жаңағы таза халал санатына жатқызуға болады. Себебі үйдің құстары аулада жайылады, немесе жаңағы таза жемдермен қоректендіріледі. Яғни бұл жерде ет сүйекті ұн және де басқа да лас нәрселерді беру жұмысы аз болып келеді. Сол себептен үй жұмыртқаларына кеңес береміз. Одан кейін ел арасында тағы бір жүрген сұрақ, жаңағы қорасыз жұмыртқа, тауық қорасыз жұмыртқа таба ма деген сұрақ бар. Бұл жерде тауықтың өзінің функциясы бұл қораз болмаса да тауық жұмыртқа таба береді. Және де тағы бір қызық сұрақ ел арасында жүрген, осы қорасыз табылған жұмыртқа халал ма деген сияқты, жеуге бола ма деген. Әрине бұл жеуге болатын жұмыртқа, бірақ та бір айта кететін жайт, ол қорасыз жұмыртқа табатын болса тауық, ол жұмыртқадан балапан шықпайды. Яғни ол жай азық ретінде, тағам азығына қолданатын жұмыртқа болып саналады. Енді жаңағы үй мәселесінде келетін болсақ, үй жағдайында тауықтар жаңағы аулада жайылып жүрген кезде құрт құмырсқа жейді, насекомдарды жейді. Бұл кезде олар арам болып саналмай ма деген сияқты тағы да сұрақтар бар. Бұларды
бұл жағдайға келгенде бұл тауықтың табиғаты құс болғандықтан және құстардың осындай құрт құмырсқаларды, насекомдарды жеу тікелей функциясына кіретін болғандықтан және де насекомдардың бойында қан болмағандықтан бұл кезде жұмыртқа, яғни жұмыртқа болсын, тауық еті болсын, адал болып саналады. Үшінші жаңағы қызық сұрақ, біздің жаңа әлеуметтік желіде болсын, қоңыраумен сұралып жататын сұрақтар. Жұмыртқа халал болу үшін тауықтар дәрет ала ма дейді. Бұндай кезде бұл енді ел арасында жүрген әзіл әңгіме болғанымен, жұмыртқа онсыз да халал өнім, және де ол харам болуы мүмкін емес қой деген сияқты жаңағы келеке сұрақтардың бірі болып келеді. Бұл кезде жаңағы егер жұмыртқа лас нәрсемен, немесе доңыздың қалдықтарымен, немесе нәжіспен, жаңағы сияқты ет сүйекті ұнмен азықтандырылатын болса, онда бұл кездегі жұмыртқаны да пәтуа бөлімінің мамандары тұтынуға болмайды деп кеңес берген болатын. Жалпы одан кейін жұмыртқаның өзінің ерекшелігіне тоқтала кететін болсақ, жалпы жұмыртқаның өзі бірнеше қабаттан тұрады, сыртқы қабаты. Яғни бірінші скорлупа, яғни қатты қабаты. Қатты қабаты, және ол жерде ерекшелігі ауа өткізіп тұратын өзінің тесіктері болады. Әрине ол жай көзге көрінбейді, және балапан шығу кезінде бұл тесіктер өте үлкен маңызды рөл атқарады. Одан кейінгісі плевра қабаттары. Ол екі қабаттан болады. Біреуі жаңағы скорлупаның астарын бойлай орналасса, екіншісі скорлупа мен жұмыртқаның сұйық бөлігін ажыратып тұратын қабат болып саналады. Одан кейінгісі ағуыз қабаты. Ол өзіміз білетіндей белок деп айтамыз. Одан кейінгісі сарыуыз, және мына жерде тұқым болады. Яғни балапан жетіліп даму барысында осы жерден бастап дамып, үлкейіп жетіледі. Одан кейін мына жерде ауа қабаты бар. Ауа қабаты ол ғылыми тілде пуга деп аталады. Және бұл ерекшелік пуганың көлеміне қарай біз жұмыртқаның қаншалықты тұрып қалған немесе қаншалықты ұзақ сақталғандығын анықтай аламыз. Себебі жаңадан табылған жұмыртқа немесе свежий жаңа жұмыртқалар, олар пугасы кішілеу болады, кіші болып келеді. Ал егер оны сақтау барысында жұмыртқа ұзақ сақтағанда, бұл пуга үлкейе береді де жаңағы жұмыртқаның жартысына дейін жетуі мүмкін. Осыған байланысты егер дүкеннен жұмыртқа сатып алу кезінде осындай ерекшеліктер байқалса, пугаға қарап қаншалықты ұзақ сақталғанын, қаншалықты жұмыртқаның мерзім тұрып қалғандығын білуімізге болады. Және де бұл жерден балапан жетілу сатысы басталады деп айтқанымыздай, егер де жұмыртқаны жаңағы үй жағдайында тағамға қолдану барысында ішінен қызыл тамыр сияқты немесе қан сияқты заттар анықталатын болса, ол жұмыртқаны жеуге болмайды. Себебі бұл жұмыртқадан балапан жетілу сатысы басталып кеткендігін көрсетеді. Жалпы жұмыртқаның ерекшелігіне тоқтала кеттік. Ендігі кезекте сұрақтар болса. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Әлеуметтік желіден келген бірнеше сұрақтар бар екен, соларға жауап беріп өтейік, иншалла. Қазір бізде дәл бір мезетте екі эфир жүргізілуде, бірі ютубтан және де халалдың инстаграм парақшасынан. Сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Алғашқы сұрағымыз, қазгер құс фабрикасының жұмыртқасын жеуге бола ма дейді. Қазгер құс фабрикасының жұмыртқалары жалпы халал стандарты бойынша рұқсат берілген жұмыртқалардың қатарына жатады. Себебі оның жұмыртқасында кезіндегі мамандарымыз қазгер құс фабрикасында болып, оларға жаңағы таза екендігіне көздері жеткен болатын. Мамандарымыздың айтуы бойынша, кеңесі бойынша қазгер құс фабрикасының жұмыртқаларын қолдануға болады.
Жақсы, келесі сұрағымыз, тауықты бисмиллямен соймаса харам бола ма дейді. Негізі жалпы ет мәселесі ғой. Ет халал болу үшін бисмилляхи Аллаху акбар сөзі міндетті болып саналады. Міндетті болып саналады. Және де егер адам тауықты бауыздар кезде, сояр алдында бисмилля сөзін айтам деп тұрып, ұмытып айтылмай қалса, немесе бір нәрсеге жаңағы алаңдап қалатын болса, басқаға көңіл ауып, ұмытып айтылмай қалатын болса, бұл ет адал болып саналады. Ал егерде қасақана айтпайтын болса, онда бұл етті халал санатына жатқыза алмаймыз. Келесі сұрағымыз, сонда тауық нәжіспен тамақтандырылса, оның жұмыртқасын жеу дұрыс емес пе деп қойған екен? Барынша нәжіспен, лас нәрсемен қоректендірілген тауықтың жұмыртқасын тұтынбау қажет. Себебі жұмыртқаның тек қана адал болу емес, оның сапасы да және де құрамы да барлығы тікелей оның жемдеп жатқан жеміне байланысты болып келеді. Мысалға айтатын болсақ, құс фабрикаларында жұмыртқа алатын болсақ, жаңа сарыуызы өте қанық түске боялған болып шығады. Ол неге? Ол азықтың құрамына осы жұмыртқаның сарыуызын қанықтандыратын жемдің қоспалардың қосылуы. Яғни осындай жемнің тікелей жұмыртқаға әсерін байқай аламыз. Сол себептен лас нәрсемен қоректендірілген құстың жұмыртқасын тұтынбауымыз қажет. Түсінікті болды деген ойдамыз. Келесі сұрағымыз, инкубатордан шыққан тауықтардың жұмыртқасын жеуге бола ма дейді. Жаңағы айтып өткеніміздей, мына қораз мәселесі болды ғой бұл. Инкубатордағы тұрған тауықтар, олар қорасыз да жұмыртқа таба беретін бәрімізге белгілі. Және де ол құс асыл тұқымды құсқа жатады. Яғни күніне, тәулігіне олар 3 жұмыртқа және одан да көп жұмыртқа таба алу қасиетіне ие болып келеді. Және бұл жерде оның жұмыртқасы егер жемі дұрыс болса, таза болса, онда тұтына беруге болады. Келесі сұрағымыз, нағыз таза колбаса жайлы айта аласыз ба дейді. Нағыз таза колбаса жайлы. Нағыз таза колбаса? Бұл жерде халал колбасаны сұрап отқан шығар. Жаңағы егер нағыз таза деген шұжықтың атауы болса, бұл жерде шұжықтың өндірушісіне мән беру керек. Егер шұжықтың өндірушісі біздің сайтымызда, біздің базамызда тіркелген болса, онда ол тексерістен өткен таза деп айта аламыз. Ал егерде өндірушінің атауы мына біздің халал дамудың белгісі тұрса да, кейбір өндірушілердің атауы сайттан басқа жерде мына базадан шықпай жатады. Бұл дегеніміз олар заңсыз пайдаланып отыр деген белгіні білдіреді. Сол себептен шұжық алған кезде халал даму кезек сайтына кіріп, сол жерден тексеріп қарап алуларыңызды сұраймыз. Сонда нағыз таза колбаса деген сондай колбаса бар ма сонда? Нағыз таза колбаса. Бұл атаулар көп қой қазір. Олардың өндірушілерінің атауы маңызды бізге. Жақсы, түсінікті. Келесі сұрағымыз, халал жұмыртқаны қайдан сатып ала аламыз дейді. Жалпы діни басқарма тарапынан берілген қандай да бір халал жұмыртқалар бар ма? Сертификатталған. Сарыбұлақ құс фабрикасының жұмыртқалары сертификатталған, және де қазгер құстың жұмыртқаларын сатып алсаңыздар болады. Немесе жаңағы егер таныстарыңызда тауық асырайтын болса, үй жағдайынан да жұмыртқа алуларыңызға болады. Бірақ та олардың жемдеріне, қоректеріне мән берген дұрыс. Осындайда бір жалпы сұрақ туындайды. Мысалға, халал сертификат берілген тауықтар бар ғой, тауық компаниялар, тауық өндіретін, тауық шығаратын еттерін. Жалпы сол ет халал болғаннан кейін, енді жем-шөбі бәрі дұрыс болғаннан кейін, оның жұмыртқасы да халал болу керек емес пе, негізі? Әлде ол да басқа жағдайға әсер ете ма? Негізі осындай бір сұрақ туындайды. Құс фабрикалары екі бағытта жұмыс жасайды. Бірі етті бағытта, және екіншісі
жұмыртқа бағытында. Мхм. Енді ет бағытына көпшілігі құс фабрикалары ет бағытына сертификат алғанды қалайды. Ал жұмыртқа бағытында жаңағы аса қажеттілік туындамағандықтан ба, немесе сондай ойда болғаннан кейін ба сертификаттауға асықпай жатыр әлі. Сол себептен біз екіге бөліп қарастырамыз. Егер бір құс фабрикасының ет бағытындағы сертификаты болса, ол жұмыртқасына да бірдей берілді деген сөз емес. Бұл жерде жұмыртқаны бөлек қарастырамыз. Және оған жұмыртқа бағытындағы құс пен ет бағытындағы құстың өзінің айырмашылықтары бар. Олардың беретін қоректеріне де айырмашылық болады. Сол себептен екіге бөліп қарастырамыз. Түсінікті. Келесі сұрағымыз нарлен жұмыртқасын жеуге бола ма дейді. Сондай. Біздің білуімізше нарлен деген шұжық жұмыртқа дейді. Бірақ та нарлен деген жұмыртқаны біз білмейміз. Ол туралы ештеңе деп айта алмаймыз. Келесі сұрағымыз, сонда қызыл қаны бар жұмыртқаны лақтырып жібереміз бе дейді. Қызыл қаны бар жұмыртқаны лақтырып жіберген дұрыс. Себебі ол кезеңде бұл жұмыртқада даму, яғни балапанның даму процесі басталып кетті. Яғни қан түзілу процесі басталып кетті дегенді білдіреді. Ал бізде шариғатымыз бойынша лас нәрселер жаңағы өлексе, доңыз, ішімдік және де қан харам болып саналады. Бұл кезеңде қан түйіршіктері бар, немесе даму процесі, осындай жаңа қан тамырлары басталып кеткен жұмыртқаны жеуден бас тартуымыз керек болып саналады. Жақсы, келесі сұрағымыз, деревенский деген қалай екен дейді, халалға жата ма деп қойып жатыр. Деревенский жұмыртқасы болса, бұндай жұмыртқаны біз тексеріп көрмедік. Бұл туралы ештеңе деп айта алмаймыз. Келесі сұрағымыз, ассаламағалейкум, сұрақ, алманың сырты воскпен қапталған дейді, жеуге бола ма деп қойып жатыр. Уағалейкум ассалам. Алманың сырты воскпен қапталған. Егер бұл қытайлық алмалар болса, оны жеуден бас тартқан дұрыс. Себебі өздеріңіз білетіндей, Қытайдан келіп жатқан алмалар не бұзылмайды, не құрт жемейді, немесе жаңа дәмі де алмаға ұқсас болмайды. Сол себептен жемеген дұрыс. Ал егер алманы жегілеріңіз келсе, онда өзіміздің отандық немесе үй жағдайындағы алмаларды тұтынған дұрыс. Келесі сұрағымыз, рахмет, ет сүйекті жеммен қоректендірілген тауықтың жұмыртқасын қалай анықтауға болады дейді, сипаттарына қарап. Өкінішке орай, ет сүйекті жеммен қоректендірілген жұмыртқаны анықтау мүмкін емес. Себебі ол тауық жемді жегенмен оның жұмыртқасына ол тікелей әсер етпейді. Бірақ та ол лас нәрсе болғандықтан жұмыртқаға өзінің сапасы жағынан әсер етеді. Және де ол арам нәрсе болғандықтан ондай жұмыртқаны жеуге болмайды деген қорытындыға келіп отырмыз. Рахмет, келесі сұрағымыз, құс фабрикалары қалай тексеріледі дейді сіздер тараптан? Құс фабрикаларын тексеру барысында алдымен айтып өткенімізде құстың азығына немен қоректендіріліп жатыр, сол жерге қараймыз. Әрбір құс фабрикаларының жем дайындау цехтары болады. Сол цехтарды мұқият көзбе-көз аралап жүріп, және де құстарға беретін рацион дейді, ол құстарға беретін жемнің рационын қарап, ішінде күмәнді заттар болатын болса, оны алдырып тастап рационнан, содан кейін құстың азығы таза болғаннан кейін ғана келесі этапқа көше аламыз. Келесі этап, егер ет бағытында болса, құстың қалай сойылуына, бисмиллахи аллаху акбармен сойылуына, қасапшылардың мұсылман болуына, балиғат жасына толуына және де ақыл есі дұрыс болуына мән береміз. Одан кейін сою процесі, яғни өзінің қансыздану уақыты бар стандарт бойынша. Жүнін жұлған кезде қандай стандарттар бар, одан кейін бөлшектеген кезде қандай стандарттар бар, сол стандарттар бойынша жұмыс жасаймыз. Осының барлығы реттелгеннен кейін ғана құс фабрикаларына сертификат беру жұмысы жүргізіледі.
Келесі сұрағымыз, курочка ребаның жұмыртқасы халал ма дейді. Курочка ребаның етін халал деп сертификатталған болатын, бірақ та олардың жұмыртқасы басқа қалада орналасқандықтан. Мысалға, курочка ребаның ет бағытындағы ет бағыты осы Ақмола облысына болатын болса, жұмыртқасы басқа қалада, мүлдем басқа қалада болғандықтан, ол заводты біз тексеруден өткізбедік. Сондықтан курочка ребаның тек етіне ғана халал деп сертификат берген болатынбыз. Келесі сұрағымыз, рахмет, Алла разы болсын. Ресейдің халал сертификатына өткен тауық өнімдерін тұтынуға бола ма дейді? Ресейдің халал сертификаты, яғни бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының халал даму бөлімі мен Ресейдің Совет Муфтиев России деген мекемесінің арасында меморандум бар. Сол меморандумға сүйеніп, біз Ресейдің Совет Муфтиев России белгісі бар халал өнімдерін тұтынуға рұқсат береміз. Түсінікті. Келесі сұрағымыз, бөдененің жұмыртқасын жеуге бола ма деп қойып жатыр. Жалпы қандай құстардың, негізі барлық құстардың жұмыртқасын жеуге бола ма шариғатта? Жалпы негізінен бізде қазір көп қолданылып жатқаны тауық пен осы бөдененің жұмыртқасы. Бөдененің жұмыртқасын қолдануға болады, ол да өзінің жаңағы диетикалық немесе жаңағы жеңіл қасиетімен, бұл да халықтың көңілінен шыққан өнім болып саналады. Сол себептен бөдененің жұмыртқасын тұтынуға әбден болады. Енді сұрақтар өте көп, біз соның ішінде соңғы бір 3-4-еуіне тоқталайық, сонымен тәмамдасақ. Жалған сертификат үшін қандай жаза қолданасыздар дейді? Жалған сертификат үшін біздің халал даму белгісі толықтай авторлық құқыққа ие болғаннан кейін, толықтай патенттелгендіктен, жалған қолданушыларды біз керекті органға тапсырамыз. Бұл патенттік құқығы бар белгілерді құқығын қорғау мекемесі бар. Сол мекемеге жаңағы жалған пайдаланушылардың атауын, мекен-жайын барлығын сол мекемеге тапсырамыз. Одан кейін олар жаңағы салық салама, немесе жаңағы айыппұл салама, немесе басқа да шара қолданама, сол жағын сол орган өздері айналысады. Жақсы, Алла разы болсын. Данияр мырза, көп рахмет сізге. Рахмет сізге.